Бүгінгі шерудің мақсаты әскердегі ұлтаралық бірлікті достықты нығайту, 7 мамыр қарулы күштеріміздің күнімен құттықтау және де басты мақсат Ұлы Отан соғысындағы аталарымыз бен апаларымыздың ерлігіне тағы бір құрмет, мыңда бір тағзым. Бүгінгі жеке құрамның ерекшелігі басқармамен қоса әр ұлттың өкілдері біздің сапта. 10-ші бригада тек қана алға. Метр, 800 метр. Он шақырымдық шеру осымен аяқталды. Алдыға қойған мақсаттардың бәрі орындалды деп ойлаймыз. Жеке құрам атынан қарулы күштерді, қарулас достарымызды шын жүректен құттықтаймыз. 10-ші бригада! Алға!